Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге телефонымыздағы егов мобайл приложениесі арқылы қалай 250-ші декларацияны тапсырамыз. Ең алдымен авторизациядан өтіп аламыз. Осы жердегі танымал қызметтер барлығын қарау батырмасын басамыз. Келесі бізде осы жерде тұрған салықтар және қаржы. Салық есептілігін қабылдау 250 нысанындағы декларация. Осы жерге басында өтініш беруші деген жерге өзіңіздің аты жөніңіз шығады. Астында салық кезеңі дегенге қай салық кезеңін таңдайсыз? 2023-ті таңдадым. Салық төлеушінің санатын таңдаңыз дейді. Мына жерде А нұсқасында егер сіз лауазымды қызметтер немесе кандидат болып мемлекеттік қызметкер болсаңыз, соны таңдайсыз. Және бізге осы декларацияның А санатына жатпайтын тұлғалар таңдалады. Бұл жерде біз В нұсқасына жатамыз. В нұсқасын таңдаймын. Жылдың соңын таңдаймыз, 31 желтоқсан. Белгісін қойыңыз дейді. Біз заңды емеспіз, сол үшін қоймаймыз. Астында телефон номерлеріңіз шығады. Мына жерде электронды мекенжай деген жерге электрондық поштамызды жазамыз. Декларацияның түрі қай декларация сізде бірінші болса бастапқы, кезекті болса кезекті. Бізде бастапқы. Резиденттің белгісі Қазақстан Республикасының резиденті. Егер шетел мемлекетінде тұратын болсаңыз, Қазақстан Республикасы бейрезидентті таңдайсыз. Егер сізде айлық есепті көрсеткіш 10 мың еселенген мөлшерден аспайтын сомадан қолма-қол ақша болса, онда қанат белгісін қойыңыз дейді. Қолма-қол ақша туралы мәліметтерді қосу. Валюта коды, сізде қай валюта түрі, соны мына жерден таңдаймыз. Шетел валютасы болса, шетел валютасын таңдайсыз. Бізде өзіміздің Қазақстанның теңгесімен. Мына жерде KZ Limited таңдадық. Сума, қанша сума бар қолыңызда, сол суманы жазасыз. Бізде 300 мың деп белгіледік. Егер сізде мына жерде қолма-қол ақша туралы қосу деген жерде тағы да қоссаңыз болады, тағы басқа елдің валюталары болған жағдайда. Мына жағында астына түскен жерде сізде егер шетелде көлігіңіз немесе үйіңіз, алтын, тағы басқа жылжымалы мүліктер, құнды мүліктеріңіз болса, сол жерге басып толтыратын боласыз. Бізде олардың ешқайсысы жоқ, бізге керегі жоқ. Мен осы декларацияда келтірілген мәліметтердің анықтығы үшін Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жауап беремін деген жерге птичка қоямыз. Келесі мемлекеттік кірістер органының коды. Қаржы министрлігі, мемлекеттік кірістер комитеті бірінші тұрғанды басамыз. Мемлекеттік кірістер органының коды, өзіміз қай органға, қай аудан бойынша соны таңдаймыз. Тұрғылықты жеріміз бойынша. Мемлекеттер кірістер органының коды, өзіміздің аумағымыз бойынша қай районға жатамыз келесі, соны белгілейтін боламыз. Енді мына жерде алдын ала қарау деген батырма бар, соны басып бір тексеріп шықсаңыздар да болады. Келесі МКО-ға жіберу, яғни салық органына жіберу деп өзіміздің электронды қолтаңбамызбен ары қарай жіберетін боламыз.